Көрші апам үйге келіп, әй құрдас-ау, біздің үйдегі құдашаны көрдің бе? Өзі сондай пысық екен. Менің үйімнің бәрін өзі әктеп, тазалап, кілемдерін жуып тастады. Аяқ қолы балғадай, ертең саған мынандай немере туып береді. Осы қызды алып алсайшы. Ақыры балаңды үйлендіре алмай жүрсің. Балаң момын ғой, қызға сөйлей алмайды ғой. Міне, саған мүмкіндік. Төркіні де жақын. Ой, қойшы, қайдағыны айтпай. Танымайтын қызды қалай аламыз? Обал емес пе? Бірінші екеуін таныстырайық, сосын көре жатармыз. Ой, өзің білші, саған жақсылық жақпайды. Мен саған жаным ашып айтып отырсам деп көрші кемпір ашуланды. Анам марқұм өте момын, өз пікірі жоқ. Осы көрші апам не айтса, соны орындайтын. Ол апаның кешегі келіп кеткен соңында келін алуға ойы кеткен. Шіркін, мен де қалдығыз құрдасым секілді келін түсірсем ғой деп армандап жатып ұйықтап кетті. Сөйтіп анам таңертең тұра салып, ағама келіп, әй бала, үйленетін ойың бар ма өзі, жоқ па? Мен қашанғы қазан ошақтың түбінде жүремін. Маған жаның ашиды ма осы деп бас салды. Өйтпесе ағам қойшыға салып жүре беретін. Жасы 30-ға жақындап қалса да үйленуге зауқы жоқ. Апа, не болды азанымен? Түс көрдіңіз бе? Үйленуді қайдан шығардыңыз? Оның үстінде менің қызым да жоқ қой. Қыз тауып қойдым, алаң болма. Мынандай қыз нағыз қолда қалатын келін болады. Қалдығыз апаның үйіндегі құдашаны көрдің бе? Сол үйдің отынан кіріп, күлінен шығып жүр. Ертең танысуға барасың, деді анасы. Ертесіне сол үйде отырыс болатын болды. Қалдығыз апа мен анам екеуін бәрін ойластырып қойған екен. Мен ол кезде Қарағандыда мединститутта оқимын. Жазғы демалысқа ауылға келген едім. Маған анамның бұл тірліктері ұнамап еді. Оның үстіне дені сау құдаша болып тұрып, сол үйдің тірлігін істегені жақпай қалған. Өйткені құдаша деген сыйымен келіп, сыйымен қайту керек қой. Әпкесінің келгеніне 1 ай болған жоқ, бұл болса үйде жүргені күмән келтірді. Сонымен ағам кешке отырысқа барып келіп, қызды ұнатып қалғанын айтып, үйленетінін айтты. 2 күннен соң менің өтірік туған күнім болды. Дайындық қызуда. Ағам қорқып жүр. Көрінбей кетіп қалса не істеймін дейді. Мен болсам, ой, өзі байға тегесі келіп, өзін жарнамалап жүрген қыз ғой, қуана-қуана көнеді ол деп қоям. Шынымен кеш басталып кетті. Менің туған күнім деген аты ғана. Өңкей ағамның сыныптастары келген. Қалдығыз апаның 2-ші баласы ағаммен жасты. Қызды Бешірге барамыз деп ертіп келгенде өзі. Олар залда көңіл көтеріп билеп жүр. Мына жақта біз дайындалып жүрміз. Әп сәтте ағайын туғандар жинала кетті. Енді орамал тағуға көшті. Құдаша біраз шу шығарып ақырында көнгендей болды. Бірақ еңіреп жылап отыр. Маған қасына барып отыр деген соң, ол отырған бөлмеге кірсем, құдашамыз аузын ашып, жоғары қарап апалап жылап отыр. Сырт көзге ерсі көрінеді екен. Қыз болған соң кішкене төмен қарап, бетін жауып жыласа болады ғой. Жоқ, бұл деген 2 қолын жерге қойып, кішкентай бала құсап, аузын ашып, өңешімен құрттаған тістеріне дейін көрініп тұр. Келін түскелі апамның қуанышына шек жоқ. Ағам да қуанып жүр. Бір мен ғана жеңгемді ұнатпай қабағым ашылмады. Қанша дегенмен қалада жүріп адам танып қалғанмын ғой. Жатақханада неше түрлі қыздарды көресін. Жеңгем не істесе де жақпайды. Сонда да үндемей, сыр білдірмей жүрмін. Өйткені үлкендер әңгіме айтып жатса, сөздеріне араласып кетеді. Тіпті әкемнің де сөзін бөліп жібереді. Біз әкеміздің сөзін бөлмек түгілі көзіне тек қарамайтынбыз. Дастархан үстінде айғайлап сөйлейді, айқайлап та күледі. Демалысым бітіп мен қайтатын болдым. Жеңгем менің жақтырмайтынымды сезіп жүргенін білдіртпей, өтірік асты үстіме түсіп жүр. Кетерімде, ал жеңгешка, әке шешем саған аманат. Осы кісілердің жағдайларын жасағайсын деп жол жүріп кеттім. Сонда да анамды қимай, тап бір тажалдың қолына тастап кетіп бара жатқандай сезімде болдым. Өйткені бұның жақсы қыз емес екенін о бастан сезгенмін. Неге сол кезде кедергі жасамадым екен? Бір күні жедел хат келіпті. Ол кезде телефон жоқ қой. Тез жет, Ақылбек түрмеге түсіп қалды. Ақылбек менің 2-ші ағам. Ауылдағы мектепке мұғалім болып жаңадан кірген болатын. Жасы небәрі 20-да. Ақылбекті өзім ерекше жақсы көретінмін. Өйткені бала кезімде мені жанынан тастамай алып жүретін. Арамыз бірақ жас болған соң ба, ол маған қамқор болды. Шанаға сүйреп, кәмпит жесе бөліп беріп, мен бірдеңе бүлдірсем өз мойнына алатын. Сол жедел хатты оқығандағы күйімді айтып жеткізе алмаймын. Қатты уайымдағаным сонша қап-қара болып түтігіп кеттім. Жатақханаға қалай барғанымды білмеймін. Қыздар көріп түріңе не болған деп шошып кетті.
Пойызға билет алып ертесіне жетіп бардым. Баяғы Гүлмира жеңгем жоқ, әбден ісініп алған. Мені көре сала, не болды? Шешең шақырып алды ма? Неменеге келдің? Мені жұласың ба? Кел, мен алдыңда тұрмын, мені жұл деп бетіме тақалып алған ғой. Мен сасқалақтап қалдым. Анама қарасан диванда отыр, жүзі солыңқы. Сондағы маған қараған көзі әлі күнге шейін алдымда. Жәутеңдеп, мен не бүлдірдім дегендей көзбен қарап отыр. Гүлмираның бәле іздегенін біліп, бірден анамды құшақтадым. Анам байғұс шыдамай еңіреп жылап жіберді. Ана қатын өз алдына зарлап отыр. Ол бөлмесіне кіріп кеткен соң шешемнен не болғанын сұрасам, айтуға шамасы жоқ. Еңкілдеп отыр. Хош, бұл қатын келе сала бір айдан соң міне шығара бастады. Мен осы үйдің құлымын ба не? Ананы істемеймін, мынаны істемеймін деп күнде жанжал шығара берген. Шешем де оған айғайлаған. Сонымен екеуімнің әбден беті ашылып, күндегі ұрыс әдетке айналып кетеді. Енді Гүлмира шешеммен жұлысуға дейін барады. Ағамның басы қатып, мына қатынды жеңе алмайтынына көз жетеді. Кет десе, мен кетпеймін. Мені өлтіріп апарып тастаңдар. Бұл үйден менің тек қана өлігім шығады дейді екен. Ағам ұрып та көрген, жай сөзде айтып көрген, бірақ ешқандай нәтижесі болмаған. Нағыз Әзәзілдің өзі екен. Әдеттегі жанжалдан соң бұл анаммен жолысып жатқан екінші ағам Ақылбек араласып кеткен ғой. Гүлмираны екі білегінен ұстап лақтырып жібереді. Әрине анамды қорғау үшін жасағаны анық, бірақ ұрмаған, тек шетке лақтырған. Бұл қатын шашы жалбырап көшеге шығып, айғайлап, бәрі маған жабылып жатыр деп тіке полиция бөлімшесіне барған. Жолда өзінің мойнын өзі тырнап қызартып тастаған. Полициямен келіп, міне, мынау ешек мені ұрып қылқындырды. Күйеуім, енем, қайным үшеуі жабылды. Міне, мойныма қараңыз дегенде шешем талып қала жаздаған. Мойны қып-қызыл, тырналған қолдардың ізі. Сонымен сол мезетте протокол толтырып, ағамды бөлімшеге алып кетіпті. Ертесіне айыппұл төліп шығарып алдық. Бұдан кейін де талай көресіні көрсетті ғой бұл қатын. Келе сала пытырлатып туып тастады. 3 баласы болған соң тіпті мойнымызға отырып алды. Анама ерегіссе балдарын тоқпақтап ұра береді. Қанша дегенімен алғашқы немересі болған соң анамның жаны ашып сөзін сөйлейді ғой. Анама жұмысың болмасын. Өзім тудым. Не істесем де өзім білем. Оған сенің бір жерің ашымай-ақ қойсын деп аузына келген оттай салатынды шығарған. Ақылдаса келе ауылдағы бос тұрған үйге бөлек шығардық. Онда да тыныштық жоқ. Бір күні ағам жүгіріп келіпті. Апау, мен ана қатынмен тұрғым келмейді. Газет оқып жатсам, өз алдына бұрқылдап, үстіме отыра салып қылқындырып жатыр. Өлейін деп қалдым. Мен одан қорқамын деп тұр. Енді не істейміз? Бұл бәледен қалай құтыламыз деп әбден басымыз қатты. Әке шешесін де шақырттық. Олар өзімізді кінәлап ұрыс шығарып тастап кетті. Нағашы әпкем Алматыда жақсы жұмыс жасайтын. Жағдайы жасалған, бір басында бірнеше үйі бар. Сол әпкем жағдайының бәрін естіп, бұл қатынды маған жіберіңдер, өзім тәрбиелеймін дейді ғой. Бауырына жаны ашып құтқарайын дегені ғой. Сонымен біз бұны алдап-сылдап Алматыға тұрасың. Әпкең үй берем деп отыр. Ол жақта барлық жағдайын жасалады, жұмысқа тұрғызады деп бала-шағасымен ағаммен қосып көшіріп жібердік. Сол нағашы әпкеме Алла разы болсын. Ол да бұл қатынмен әбден күресті ғой. Шақыртқанына талай өкінсе де қайтармады. Бір үйін беріп, екеуін де жұмысқа тұрғызды. Жеңгем қазір келін түсірген, қыз ұзатқан. Атаңа не көрсетсең алдыңа сол келеді демекші, келіннің өзінен де зор шыққан. Сол келіннің арқасында 2 рет инсульт алып өлім аузынан қалды. Бірақ ағамның түбіне жетпей қоймады. Ағам қазір ішкілікке салынып кетті. Жаным, ағатайым, сенің өміріңді тозаққа айналдырды-ау. Қайдан ғана тап болдың екен осы жұт қатынға? Менің ойымша бұл келін көшеде тәрбиеленген сияқты. Ата-енесін сыйламаған келін еш уақытта көгермесі анық. Ауызда менікі, ауылда менікі деп ойына келген айта беруге болмайды. Күйеуім момын екен деп ер азаматты жерге ұрмау керек. Күйеуінің ризашылығын алмаған әйел ешқашанда жолы болмайды. Достарының көзінше балаңа ақыл айтпа, балаларының көзінше күйеуіңе ақыл айтпа деген бар. Авторы Надира Төлеева.